Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақ көрден алдын сабағын жіберіп алмау үшін келесі сабақтан менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 98-ші сабақ, 56-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Атан түйе шөккен жер. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Мәтінде сын есімдерді тап. Мәтіннің атан түйе шөккен жер дегені ақ атанға мінгізіп дейді. Атан деген бұл жылқыны айтып отыр. Ақ атан деген шөккен жер деген жылқының қоныстандыратын жері, адамдардың жақсы пана жерді ақ отан деп шөккен жер деп атайды. Райымбек сол жерге қоныстануды бұйырады халқына. Сол үшін түйелер сол жерде тоқтағаннан кейін атан түйе шөккен жер деп атайды. Сын есімдер ақ, шөккен, қарт деген сөздер бұлар сын есімдері болып табылады. Келесі жаттығуымыз 57-ші жаттығу. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетінін тауып жаз. Отансыз егіннің жайын еккен білер. Жоқ, бұл сәйкес келмейді. Еңсең егін, шерсің тегін. Бұл да сәйкес келмейді. Сәуір болмай тәуір болмас. 4-шісі отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Осы келеді сәйкес. Отан туралы. Айлалы батыр алдырмас. Бұл да сәйкес келмейді. Еңбегің қатты болса татқаның тәтті болар. Бұл да сәйкес келмейді. Осы отансыз адам, ормансыз бұлбұл деген сөз сәйкес келеді екен мәтін мазмұнына. Отансыз адам дегеніміз енді бұл елінде адам халық болмаса ол отан емес дегені. Тура орманда бұлбұл жоқ деген сияқты. Орман бұлбұлмен әдемі, көркем, ал отан халқымен, адаммен көркем болады. Келесі 58-ші жаттығу. Кестені толтыр. Адамға тән қасиеттерді жазып шығамыз. Жағымды және жағымсыз қасиеттер. Жағымды қасиеттерге қайырымды, мейірімді, парасатты, дана деп жазсақ болады. Ал жағымсыз қасиеттерге қатыгез, тасмейір, ақылсыз, ақымақ деп осылай бірнеше сөздерді айтсақ болады екен адамға қатысты қасиеттер, жағымды және жағымсыз қасиеттерді. Осылай кесте түрінде жазып толтырсаңыздар болады. Келесі жаттығуымыз 59-ші жаттығу. Сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкесін тап дейді. Сонан соң оларды тіркестіріп жаз. Сөздік. Мысал, аю, қоңыр, түс, қар, ақ түс, шоколад, қоңыр түс, түлкі, қызғыш түс, аспан, көк түсті, раушан, қызыл түс, балапан, сары түс, және шырша, жасыл түс сәйкес келеді. Осы түстерді көрген кезде, мысалы, аюды көргенде қоңыр түс елестейді, қарды көргенде ақ түс елестейді, шоколад көргенде қоңыр түс деген сияқты. Әрбір заттың қай түске сәйкес келетінін жазып шықтық.
осылай жазып қоясыздар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.